Сәлем достар, біз гид тақырыбына келдік. Бүгін бізде бірінші сабақ кіріспе, яғни біз гидтің не үшін керек екенін анықтайтын боламыз, және гидті орнатамыз біздің компьютерге ары қарай жұмыс істеу үшін. Және гидтің командаларын көретін боламыз, және оны бір проектке қолданамыз. Яғни соңғысы ол практичный болады. Сонымен бастайық. Қазір сіздер Linux Torvalds'ты көріп тұрсыздар. Бұл кісі Linux деген операциялық жүйені ойлап тапқан. Енді операциялық жүйе ол Windows пен және Macintosh'тан ешқандай айырмашылығы жоқ. Өте мықты операциялық жүйе. Және бұл кісі өзін сонымен дәлелдеп тастаған. Және екінші бір ойлап тапқан нәрсесі осы гид бізде өтіп жатқан. Енді бұл кісі біздің замандас, бұл кісі туралы енді бұл кісі өзі өте активный, көптеген нелерге атсалысады, өзінің ойларын айтып деген сияқты. Сондықтан бұл кісі енді программистердің арасында бір құрметтеуге тұрарлық адам деп өзім есептеймін. Жарайды, енді гид деген не ол? Гид деген ол біздің программаның жазып жатқан немесе сайттың жалпы кез келген приложенияның версиясын, яғни нұсқасын басқаруға көмектесетін құрал. Енді сөзбен айта бермей, бірден мысалға көшейік. Кез келген проект жасаған кезде әрқашан өзіміз жалғыз болмаймыз. Біздің қасымызда басқа да фронтенд әзірлеушілер болуы мүмкін. Енді өзіміз жалғыз болған кезде бұл гидтің керегі де жоқ, керек емес деп те айтуға болады. Себебі гид негізі көбінесе командалық жұмысқа өте жақсы қолданылады. Енді өзің жалғыз болғанда қолдана беруге болады. Енді командалық болсын, команда болған кезде бізде қандай проблема туындайды? Гидті біз жоқ деп ойлайық. Гид деген вообще жоқ. И не істейміз біз? Мысалы, әркімнің өзінің версиясы болады, дұрыс па? Әркімде өзінің, мысалы, бір главный бір разработчик проект жасады да, и оны әрқайсымызға жіберді, мысалы, там телеграммен бе, почтамен бе жіберді. Біз оны алдық та ары қарай жұмыс істемекшіміз. Мысалы, бірінші разработчик келеді да, мына жерде бұны алады да бір нәрсесін өзгертеді. Екінші разработчик оны өзгертеді тоже. Енді мысалы, бірінші разработчик мына жерде оған тапсырма түсті, мына жаққа бір секция қос деп, section, мысалы, бір деген, секция қосты бір, ал екінші разработчикқа секция 2-ні қос дейді, section, и мына жақта section 2 деді. Енді екеуі бір уақытта жұмыс істеп жатыр, дұрыс па? Ары қарай, енді екеуі де бір файлды жасап жатыр дейік. Енді ары қарай оны қалай біріктіреміз? Оларды біріктіретін тағы бір үшінші адам керек болады, дұрыс па? Немесе екеуін біреуі біріктіреді. Бір-біріне жібереді файлды, одан кейін ары қарай біріктіру керек. Кішкене қиындау, дұрыс па? Ол файлды алады, көшіреді, одан кейін қай жерде өзгеріс енгізді, соларды салып шығу керек, өзінікін ұмытып кетпеу керек деген сияқты. Кішкене күрделі нәрсе. Міне осының бәрін жеңілдететін гид деген бағдарлама бар. Гидта енді бұтақ деген түсінік бар. Бранч немесе ағылшыншасы, орысшасын айтқан кезде ветка. Сонымен бізде ең бірінші бастапқы негізгі бұтақ бар деп есептейік. Енді не екенін қазір түсінесіздер. Бұл жерде бір ғана адам жұмыс істеп жатыр дейік. Main дейді, бір веткада ғана жұмыс істеп жатырмыз. Бұл жерде не істейді, жаңағы бір ғана разработчик версия біріншісін жасайды. Бір главный бетті жасайды, тағы да бір қосымша нәрселерді жасайды. Одан кейін бір қандай да бір уақыт өткеннен тағы да бір екінші версиясын жасайды. Тағы да бір уақыт өткеннен кейін үшінші версиясын жасайды, дұрыс па? Каждый версияны былай нүкте-нүкте қойып, оның бәрін бұған түсінік беруге болады. Commit деген, Commit дегенде енді қазақша аударатын болсақ, енді мағынасымен аударатын болсақ, нүкте қою дейікші. Түріне қарап та нүкте деп айтуға болады мыналарды. Ал енді орысшасын аударсақ, фиксировать деген мағынаға келеді. Сонымен бізде үш нұсқа бар, және бұл гидтің күшті жері, мысалы, бізде үшінші версия, үшінші нұсқамыз да бір қате шығып қалды. Біз оны енді ары қарай түзеп отырмай, мысалы, версия 2-ке ауысып кетсек болады. Мысалы, версия 2 дұрыс болды, просто версия 3 кішкене кейбір нәрселер дұрыс жасалмаған болса,
онда біз осы гиттің көмегімен екінші нұсқаға бара аламыз. То есть осы v3-те жасалған бүкіл өзгерістерді алып тастап v2-ке қайтып барамыз. Сол v2-ке қайтып барсақ болады. Немесе ол уақытша болуы мүмкін. Ары қарай біз v3-ті алып, ары қарай түзеп, сол түзегенше ол v2-де тұра береді да біздің неміз, басты веткамыз. v3-ті түзеп, одан кейін v4 деп төртінші мына жаққа біздің версиямызды нүктесін қоюға болады. Бұл бір ғана адам жұмыс істеген кезде осындай бір несі болады, көмегі болады. Ал енді бірнеше адам болғандағы мәселеге көшейік. Ол кезде уже не істейді? Мына жақта суретте көріп тұрсыздар. Мысалы, v1 бізде бар, және екінші адам, қараңыздар, v2, v3 әзірге жоқ, тек қана v1 бар. Бұл жерде тағы бір әзірлеушіге, фронтенд әзірлеушіге оған тапсырма берілді. Мынандай өзгерістер енгіз деген сияқты. Сол кезде ол адам не істейді? Ода v2, v3 әзірге жоқ деп айттық қой. Ол v1-ден жаңа бір бранч, бұтақ жасайды, өзіне арналған. Ол өзінікі ғана. Ол мастерді өзгертпейді. Себебі бұл жерде бұл бәріне ортақ мастер. Бәріне ортақ негізгі ветка, негізгі бұтақ. Ал мынау болса қосымша бұтақ. New branch 1 деген ол қосымша бұтақ. Біз омен кез келген нәрсе істей бере аламыз. Ал мастермен өйтіп кез келген нәрсе істеуге болмайды. v1-ден шықтық, және бір өзгерістер жасады да commit жасады. Жаңағыдай нүкте қойды. Ол жаңа берілген тапсырманы істеді. Одан бүйтіп қарайды да, бірдеңе тағы дұрыс емес екен, оны тағы да жөндейді да, тағы да commit 2 жасайды. Үстіп, тағы да ары кете берсе болады. Ал сол уақытта біздің мастерде v2, v3 пайда болды. Ол қалай пайда болды? Оны басқа адамдар жасады. Главный адам жасауы мүмкін, басқа бір адам жасауы мүмкін. Енді біз мына браншпен не істейміз ары қарай? Мына бұтақпен, бұл жерде тек жаңа бір әзірлеушінің өзгерістері бар. Енді оны біз мастерге құюымыз керек қой. Себебі жаңа жасаған өзгерістер мастерге де бару керек. Енді мастерді жаңалап, төртінші версияны жасауымыз керек. Ол үшін мына жаққа жіберіп, мастерге құямыз. Сол кезде v4 пайда болады. Яғни v3 сияқты емес, бұл жерде уже v4-те не бар, қараңыздар. v4 ол жаңағы v3-ті v2-нің өзгерістерін ғана сақтамайды. Ол жерде уже commit 1 мен commit 2 бар. То есть барлығының қорытындысы v4 болып тұр бізде. Енді осы уақытқа керек. Мынау бәрі уақыт бойынша есептеліп жатыр деп ойлаңыздар. Уақыт бойынша бәрі. Енді келесі адам, оны осы жерге келген кезде келесі адам жұмыс істеу үшін осы v4-тен алу керек нұсқаны. Себебі бұл жаңа нұсқа, жаңа нұсқа. Бұл v3-тен, v2-ден, v1-ден алмайды. Ол соңғы нұсқадан алады. Жаңа бранч жасайды өзіне, ары қарай жұмыс істеп кете береді. Одан барып құяды оны мастерге. Құяды деген мен қазақша айтып отырмын. Немесе оның өз терминдері бар, оны жақын арада үйренетін боламыз. Енді гитті орнатуға көшейік. Git download деп жазсаңыздар, downloads деген сілтеме шығады. Бұл жерде енді өздеріңіздің жаңағы операциялық жүйеге байланысты өздеріңіз таңдайсыздар. Менде Windows, және бұл жерде download деп баса берсеңіздер, сіздерге орнататын программа шығады. Енді менде ол Git бар, сондықтан енді сіздер орнатып алғаннан кейін ары қарай жалғастырасыздар. Git орнатылғаннан кейін біз оны тексеруіміз керек. Git шынымен орнатылды ма дегенде. Ол үшін командалық жүйеге барамыз, команд промптқа. Git-v десек, бұл Git-тің версиясын шығарады. Менде 2.40.1 осындай версия бар. Яғни мен Git-пен ары қарай жұмыс істей аламын. Сонымен қандай проектке жұмыс істеймін? Енді Git-пен жұмыс істеу үшін бір проект болу керек. Менде Titan деген проект бар. Осыған дейін біз жасағанбыз. Мынадай HTML landing page. Енді соңына дейін аяқталмаған. Бұл міндетті емес соңына дейін аяқталуға. Себебі біз оны ары қарай жалғастыруымыз мүмкін. Енді Git-ті осы жерден осы проектпен жұмыс істеуіміз керек. Ол үшін мына команд промптты біз осы проектін табуымыз керек. Менде тек орда /Titan деген. Titan.
Енді бұл жерде git орнатылған ба, бар ма, жоқ па деген тексеру үшін git статус деп жазсаңыздар болады. Бұл git статус деген бұл любой непонятный ситуация дейді ғой. Сол кезде git статус дегенді біз команданы жазуымыз керек. Сол кезде біз ситуацияны көретін боламыз. Қазір статус қандай екен. Міне git статус деп жаздым, fatal деп шықты. Fatal деген қате. Not a git repository дейді. Бұл git repository емес дейді. То есть ешқандай git бұл жерге орнатылмаған. Бұл проектте gitпен жұмыс істемейміз. Енді қараңыздар, веб-шторында да бәрі былай болып тұрады. Қарапайым. Егер gitті орнатқаннан кейін уже сіздер көре бастайсыздар. Қызыл, жасыл деген түстер шыға бастайды. Қазір міндетті түрде көресіздер. Енді бұл жерде енді gitті бастауымыз керек. Яғни git init деген команданы жазуымыз керек. Git init басқан кезде не істейді? Бұл жерде git осы проектке, именно осы проектке орнатылады. Git бізде жалпы Windows'та бар, бірақ мына проектке біз gitті қолданып жатқан жоқпыз әзірге. Gitті қолданамыз дегенді білдіру үшін git init дегенді басамыз. Міне initialized empty git repository дейді //git. //git деген файл пайда болды бізде. Бірақ біз мына жақта оны көрмеуіміз мүмкін. Бізге өзгерді, қараңыздар, бәрі қып-қызыл болып кетті. Неге ол қып-қызыл болып кетті? Себебі, қараңыздар, біз gitті бастадық, әлі ештеңе істеген жоқпыз gitпен. Git бізге қып-қызыл болып көрсетіп тұр, себебі мына өзгерістер әлі сақталған жоқ. То есть gitтің өзінің түсінігінде ол сақталған жоқ. Енді жаңа айтқандай, кез келген түсініксіз жағдайда git статус деп басамыз. Міне қараңыздар, on branch master дейді. То есть git статус деп басында жазған кезде бізге қате шығарып еді. Ал енді git init'тан кейін git статусты жазған кезде on branch master деген шықты. Естеріңізде ғой, жаңа айтқандай, master деген негізгі бранч бар дедік. Негізгі бранч master деген. Бізге әдеткі жағдайда по умолчанию бізге бранч master пайда болады. Бранч деген жаңа ең негізгі ветка пайда болады. Енді ол логично ғой. Бізде бір ветка болу керек міндетті түрде. Ол сол міне master. Array no commits yet дейді. То есть біз commit бағана да нүкте қою дегенді айттық. Біз commit әлі жасаған жоқпыз. Себебі біз енді ғана бастадық. Array қарайық. Untracked files дейді. Untracked files деген бұл track деген, то есть әлі біз бұл файлдарды әлі бұмен жұмыс істеген жоқпыз деп айтайын ба, қалай істеймін? Бұларды біз әлі gitке айтқан жоқпыз. Бұларды кіргіз деп, осы келесі мен жасайтын коммитке мен бұл файлдарды қосуымыз керек. Мына жақта әлі қосылмаған деп тұр. То есть use дейді git add to include in what will be committed. То есть git add жасау керексің дейді. Бұл тағы бір команда. Әзірге оған көшпейміз. Nothing added to commit but untracked files present дейді. То есть ағылшынша түсінсеңіздер, барлығы түсінікті жазылып тұр бұл жерде. Яғни nothing added to commit дейді. То есть commit жасау үшін біз файлдарды бірінші қосып алуымыз керек. Осы файлдарды мен өзгерттім, оларды келесі коммитқа қосуым керек. Яғни мына жақта files present. Міне мына сөйлем сондай болды. Array but дейді untracked files present. То есть мына қосылмаған файлдар бар, соларды қара деп тұр да, бізге use git add to track. То есть track мынарды қосу үшін git add деген команданы жаз дейді. Тағы да мына бізге git өзінің бір көмектерін осылай жазып тұрады. Так, git статусты көрдік. Егер git статус тағы бір істейтін болсақ, әрине тура сол шығатын болады. Статусты біз осылай біле аламыз. Енді мына git бізге айтып тұрғандай істеп көрейік. Бұлардың бәрін қосу керек бізге, коммит жасауымыз керек қой. Git add деймізді, одан кейін егер нүкте қоятын болсақ, бұл осы папкада тұрған бүкіл файлдарды қос деген сөз. Бізге барлығы керек па? Я, барлығы керек. Әрқайсысын қосып отыру үшін, бізге керек қана нәрсені қосу үшін git add'тен кейін біз файлдың атын жазуымыз керек. Footer енді мен тапты бас жерген кезде бізге footer css деген бар екен, бізге көмектесіп жатыр. Footer css қостым, git add'тен тек қана footer болсын. Енді git статус деп тағы да қарайым. Кез келген команда жасайсыздар ғой, содан кейін git статус тексеріп отырған жөн болады. Сонымен қараңыздар, енді бір нәрсе өзгерді. Мына жақта бәрі қызыл болып тұрған, бірақ бізде footer деген жасыл болып кетті. Қараңыздар, new file дейді. Міне қараңыз, no commits yet дейді, бірақ changes to be committed дейді. То есть мынау бізде жасыл болып тұр, біз арай дайындап қойдық оны коммитке. Біз оны әлі коммит жасаған жоқпыз, бірақ коммитке дайындап қойдық. Енді біз үстіп әрқайсысын қосыламыз. Әрбір файлды осылай қосып отыруға болады. Banner
css деп, немесе енді тағы да git статус көрейік, немесе бәрін қосып салуға болады жаңағыдай, нүктемен. Егер сіздерде барлық файлды қосу керек болса, осы жерде өте абайлау керек, кейде артық файлдарды қосып қоясыздар да, сосын кішкене қиындық болуы мүмкін. Но әзірге енді git add бізге барлығын қосу керек. Git add нүкте деп жазсам, мынандай бір нәрсе шығады. Warningқа қатты назар аудармай қоюға болады. Бұл жерде қатты ешқандай қате жоқ. Енді git тағы да статусты жазам. Енді барлығы жасыл болды. Барлығы жасыл болды. Мен оларды қостым. Оларды git-тің енді ары қарай не істеймін? Коммиттің өзін жасауым керек. Коммит жасау үшін енді қарапайым git commit дейсіздер да, ары қарай сообщение жазасыздар. То есть мынау менде ең бірінші commit, initial commit. Бірақ мына жерде -m деген жазуым керек. Мынау бізге message екен. -m деген message деген сөз ғой, енді мына жақта initial commit деп жаздым. Және интерді басам, менде ары қарай бәрі дұрыс орындалған екенін білдіру үшін міне менде мынау initial commit деген бар екен, уже қосылған маған хабарлады, және 20 файл өзгерген дейді. 719 insertions дейді. То есть 20 файл қосылды. Мен 20 файл қостым мына жерге. Және 719 insertions дейді. То есть 719 строка жол қосылды. Вот, мына жақта қандай файлдар қосылған бәрін маған көрсетіп тұр. Окей, өте жақсы. Git commit жасадым. Енді мен бұл коммиттерді көру үшін тағы да git статус деп көрейік. On branch master дейді, мастерде тұрмыз. Nothing to commit дейді. Ештеңе commit керек емес. Working tree clean. Неге clean? Себебі біз оның бәрін қосып қойғанбыз. Жаңа бәрін уже commit жасап қойдық. Енді неге баратын болсақ, WebStormға барлығы қайтадан түссізге айналды. Қараңыздар. Барлығы түссіз. Себебі біз оның бәрін commit-қа қойдық. Міне осы әрқашан commit-пен аяқтаймыз біздің жұмысымызды. Енді былай істейік. Мына жердегі біз файлымызда бірдеңе өзгертейік. Мысалы, жұмыс істеп жатырмыз, мына жерде нені өзгертейік? Бір сөзді ғана өзгертейік. Add to cart. Watch full video. Так, мына жақта бір сөзді ғана өзгертейік. Слайд 2, слайд 3 дейді. Давайте мына жерде просто слайд деген алып тастайық. Номер алып тастайық. Енді қараңыздар. Мынаны индекс HTML қарасаңыздар, ол көк болып тұр. То есть неге көк болып тұр? Себебі біз оны өзгерттік, И WebStorm'да енді VS Code'да да болу керек. Мына жақта сіздер бірнеше файлды өзгертсеңіздер, мысалы style CSS-ті тоже өзгерте салайық. Мына жақта, допустим, нені өзгертейін? 27 емес, мысалы 24 пиксель өзгертейін. Менде екеуі де көк болды. Себебі оларды мен өзгерттім, Біз сөйтіп өзгерістерімізді бірден көріп отыра аламыз. Мен мына жерде project-тің орнына, қазір көрсетем, changed files деген болу керек. Мен соны таба алмай жатырмын. Обычно болады, мына жерде changed files деген болады. Сол жерде біз өзгерген файлдарды ғана көре аламыз. Және қараңыздар, мына жақта мынандай көк нәрсе пайда болады. Біз оны басатын болсақ, нені өзгерткенімізді көре аламыз. Оның алдыңғы версиясында не болды? Қараңыздар, 27 болған, аяқта 24 деп өзгерттік. Енді оны қайтару үшін қайтадан 27 деп жазып отыруға болады. Бірақ бірден бір ғана кнопкамен қайтара салуға болады. Қайтара салдым, сонда 27-ге қайтадан айналып кетті. Енді қайтадан 24-ге айландыра салайық. Яғни біздің WebStorm VS Code осы Git-пен жұмыс істеуге машықтанған дейікші. Бізде кәдімгідей барлығы осы жерде қолымызда тұрады. Git-пен енді сосын тағы да VS Code-пен не бойынша, WebStorm бойынша өзінің терминалы бар, терминалда жазуға болады. Но бұдан да күшті жер бар. Мына жерде, мынаны бассаңыздар, мастер деп тұр ғой. Бұл Git-тің қай бранчта тұрғанын бізге көрсетіп тұр. Осы жердегі new branch, жаңа бранч қосуға болады, жаңа коммиттар жасауға болады деген сияқты бәрін істеуге болады осы жерде. Кнопканы басып. Бірақ мен өзім үйренгем, неде, команд промптта жазып, және кнопканы басып отырғаннан, кішкене профессионал, кәсіби көрінеді, мынандай не отырған, жазып отырған ше. Командный строкада бүкіл программисттер, кез келген программист командный строкамен жұмыс істеп білу керек.
Енді мына өзгерісті не істейміз енді? Өзгерістерді көрдік, окей. Өзгерістерді жасадық. Енді git статус деп басамыз тағы да. Бізде қараңыздар, екі өзгерді индекс html мен style css. Сосын қараңыздар, сіздер білмейтін тағы бір файлдар өзгеріп кетуі мүмкін. Оны бүйтіп көре аласыздар. Мына жақта барлығын көрсетіп тұрады. То есть мынандай XML файл пайда болды. idea деген, иә. Idea деген не ол? Idea бізде мына жақта көрініп тұрған жоқ. Негізі мына қайтадан жауап ашатын болсам, idea деген файл болады. Idea ол веб-штормда өзі қосатын файл, өзі қосатын папка. Біз оған тимейміз, ол өзі автоматтан өзгеріп отырады. Оған тиіп керек жоқ. Idea деген көрсеңіздер, оны қоса беріңіздер, одан ешқандай жаманшылық көрмейсіздер. Енді тура жаңағыдай давайте қайталайық. Тура жаңа істегенімізде не істейміз? Өзгеріс жасағаннан кейін git add жасаймыз. Және файлдар таңдаймыз, немесе нүкте деп бәрін таңдай саламыз. Git add all дей салайын. Енді тағы да git status кез келген командадан кейін міндетті түрде git statusты не істейміз, ұмытпаймыз. Енді 3 файлды қостым. Міне қараңыздар, мынау idea vc xml ол new файл екен. Ал мыналар modified деп тұрды. Modified деп тұр, себебі олар өзгерді. Бағанағы неге барайық? Мыналар қып-қызыл болып тұрды. Мыналар жаңадан қосылған файлдар болды, олар қып-қызыл болып тұр. Бірақ modified деп шығып тұрған жоқ. Мыналарға modified деп шығып тұр. Енді ары істейміз, не істейміз? Commit -m. Бұл жерде не өзгерттік? Біз main page'да page changes деп жазсақ. Енді конкретно жазуға болады. Осындай жер өзгерді деген сияқты. Бұл жерде главное сіздер түсінсеңіздер болады. Басқа разработчиктер түсінсе болды. Енді commit деген жаздым. Енді қараңыздар, 3 файл changes дейді. Changes дейді, 9 insertions дейді. 9 insertions, 3 deletions дейді. Бағана тек қана insertions болған. Мына жақта 3 deletions деп шығып тұр. 3 неге deletions? Неге үшеуі өзгерді, алынып кетті? Себебі біз мына жерде бұрынғы нелерін өшіріп тастадық қой, оның орнына жаңа сөздер жаздық. Сол үшін жаңа код жаздық. Сол үшін бізде 3 өзгеріс, deletions алынып тасталды деп шығып тұр. Так, окей. Енді не істейміз? Commit жасадық, git статусты көрейік. Барлығы clean болып шықты бізде branch master. Енді қараңыздар, біз commit-тің бәрін жасадық қой. 2 commit жасадық. Енді оларды біз көруіміз керек. Тұрғандай екен, неше commit болды, қандай commit болды дегендер. Оның бәрін көру үшін git log деген команда бар. Git log деген біз логтарымызды қараймыз. То есть біз жасаған commit-терді қараймыз. Міне қараңыздар. Мына жақта бізде 2 commit шығып тұр. Енді біріншісі initial commit. Қараңыздар, соңғылар үстінде тұрады. Кейінгілер астында тұрады. Так, бұрынғылар, то есть бұрынғы initial commit ең бірінші жасаған уақытымен кәдімгідей уақытымен қарай аламыз. Және кім автор? Менде мына жақта енді бұл информация қайдан, иә? Ақжолтай деген автор. Себебі бұл жерде тағы бір настройка бар git-тің. Мен бұл жерге өз атымды және почтамды жазып қоямын. Ал енді мынау екінші соңғы біздің commit-іміз. Бұл жерде тоже уақыты жазып тұр, оның месседжі және мынандай нәрсе шығып тұр, head master. То есть мына жақта біздің мастер деген ветка осы жерде тұр қазір. Соңғы жасалған коммиті осы жерде. Енді git-тің тағы бір мүмкіндігі біз жаңа айтқандай бұрынғы коммитқа бара аламыз. Ол үшін git checkout дейміз де, мына бір хэшті жазатын боламыз. Мынау хэш деген не ол? Мынау commit деп тұр да, мынандай ұзақ бір нер шығып тұр, сөз шығып тұр, сөз деймін бе, қалай деймін? Бұл хэш. Хэш бұл уникальный болады. Хэш бұл генерировать етіледі. Біз әрбір commit жасаған сайын бізде уникальный жаңадан commit пайда болады. Және біз сол commit-тің хэш арқылы сол commit-ке бара аламыз. Commit-тің ID сияқты ғой. Сонымен мен мына commit-ке барғым келеді. Checkout деймін да, сол commit-тің хэшін жазамын. Полный ұзақ жазуға болады. Қысқарған түрі де болады. По идее, қысқарған түрін біз басқа жерде көре аламыз, но мына жерде біз полный ұзағын жазуымыз керек. Enter'ді басам, и менде қараңыздар, not switching to мынау дейді. You are in detached head state дейді. You can look around, make experimental changes дейді, and commit them. То есть біз мына жақта ары қарай осымен тағы да өзгерістер жасап, жаңа коммиттер жасауымызға болады. And you can discard any commits you make in this state without them.
impacting any branches by switching back to a branch. То есть біз мына жақта өзгерістерді сақтамасақ та болады және мастерге қайтадан өтіп кетуге болады. Енді қараңыздар, if you want to create a new branch дейді, жаңа branch жасағыңыз келсе, retain commits you create. You may do so now or later by using C with the switch command. Example switch. То есть басқа бранчтарға өте аламыз. Так, жаңа бранчқа өте аламыз дейді. Так, мынау қатты не важно, но получается мен не көрсеткім келді. Чекаут арқылы осылай біз нелерге коммиттардың арасында бүйтіп секіріп жүруімізге болады. Және бізге мынау керек емес болса, біз head'ті мына жаққа ауыстырып тастауымызға болады. Ол енді кейінгі сабақтарда көрсететін боламын. Әзірге біз осымен тоқтайық. Git checkout арқылы. Мен git статусты бассам тағы да осылай болады. Сондықтан мен не істеймін? Мен қайтадан мастерге баруым керек. Git checkout master. Git статус. Міне switch to branch master деп шығып тұр. Git статусты көремін. Мен мастердамын. То есть мен ештеңе өзгерткен жоқпын. Жай ғана бұрынғы коммитті бүйтіп аттым да и қайта мастерге қайтып келдім. Давайте енді мен оны шынымен осы жаққа келгенімді дәлелдеп берейін сіздерге. Біздің жаңа неде біз нені өзгерттік? Жаңа слайд дегендерді өзгерттік қой. Енді бұрынғыға қайтып келейін. Git checkout, мына хэшке қайтып келем. И мына өзгерістерді қарайық. Жаңағы өзгерістерге бұрынғыларына қайтып келдік. Қараңыздар, слайд 2 және 3. Style және 27 болып көрдіңіздер ме? Енді қайта мастерге қайта оралам. Git checkout master. Git checkout master. Git мастердамын. Енді қараңыздар, қайтадан 24-ке айналды. Және мынау слайд 2 мен 3-ті алып тастадым. Барлығы өте дұрыс. Енді давайте тағы бір команданы көрсету үшін мен тағы да бір өзгерістер жасайын. Енді бұл біздің үшінші коммит болады. Powered by NVIDIA Volta дейді. Powered by Git деп жасалған. Бір өзгеріс ғана жасайын. Маған қатты көп керек емес. Енді Git статус деп басам. Мынада индекс HTML өзгерген деп тұр бізге. Modified. Енді бізде тек қана бір емес, бірнеше файл өзгеруі мүмкін ғой. Және мен өзгерістерді көргім келеді. Қай жерде қандай өзгеріс болды. Мен оны веб-шторында көре аламын әрине. Және мына командный строкада да көре аламын. Diff арқылы. Diff деген команда бар. Бұл difference деген сөз ғой, енді өзгеріс айырмашылығы. Diff деп бассам, міне қараңыздар. Бір минус дейді. Мына Powered by NVIDIA дегенді алып тастадық деген сөз. Сол строканы алып тастап, жаңа строка қойдық деген сөз ғой. То есть мен жаңа бүкіл строканы өзгертпедім ғой негізі. Тек қана Git дегенді қостым, NVIDIA Volta дегенді алып тастадым. Бұл енді осы жерде бір строканы алып тастағанға тең да получается. И бізде жаңағыдай не шығады? Бір insertions, бір deletions деген шығады. Енді Git статусты қайтадан көрсек, бізде біреу ғана өзгерді деп тұр. Енді Git commit жасайық. Git add ұмытпаймыз. Осы жол мен индексті полный өзін қосылған индекс HTML бұлай да қосуға болады. Жаңа айтқандай Git статус көреміз. Жасыл болып тұр. Тексеріп аламыз всегда статуспен жасыл болып тұр ма, болып тұрған жоқ па дегенді. Енді Git commit жасаймын. Git commit енді бұл не? Бұл бізде Git өзгерді. NVIDIA change to Git деп жасайық. Енді бізге түсінікті болсын. Git статус. Мастерда тұрмыз, nothing to commit деп тұр. Енді Git logпен сол коммиттарды көреміз. Қараңыздар, ең бір initial commit тұр. Одан main page change тұр. Одан кейін ең соңғысы NVIDIA change to Git деген тұр. Міне осымен біз мастермен жұмыс істеп біттік. Енді біз жаңа жасаған коммиттарды визуализация жасайтын болсақ, міне осындай V1, V2, V3 деген шықты. Енді біз не істеуіміз керек? Біз жаңа бранч жасауымыз керек. Енді ол бранчы жасау үшін Git статус қарап алайық. Біз қазір мастерде тұрмыз. Мастерде қай жерінде тұрмыз? Соңғы коммитінде тұрмыз. Және осы жерден өтуіміз керек. Checkout. Checkout деген біз жаңа істегенбіз. Коммиттарға өткен кезде, және бұл жерде хэш жазбаймыз. Бұл жерде енді бранчтың атын ойлап табамыз. Мысалы мен обычно қалай істеймін? Fix. Мысалы fix дегенді өзгерту. Fix, мысалы, мен footer'ды өзгертім келеді. Fix'ін жасағым келеді. Және бұл жаңа бранч болғандықтан минус деп жазам.
деген жаңа бранч жаса деген сөз. Fix footer. Енді бұл чекаут болды ғой. Чекаут бұл мен жаңа бранчтамын. Енді git status десем, on branch fix footer, nothing to commit, working tree clean. Мен басқа бранчтамын. Бүкіл бранчтардың тізімін көру үшін мен branch деген команданы жазатын боламын. Сол кезде менде міне мастер және fix footer деген шықты. Бірақ қайсында тұрған екенін мен жасылмен көрсетіп тұр. Мен қазір fix footer'да, мастерде емеспін. Енді мастерге өту үшін git checkout не деймін, мастер деймін. Мастер десем, кстати, мына жақта -b деген жазбаймын жаңағыдай, себебі бұл бар бранчта. Және git status деп қайтадан бассам, git branch деп жазатын болсам, бұл уже мастерде емес. Енді қайтадан өту үшін не істеймін, git checkout fix footer. Және -b деген жазбаймын, себебі бұл бар бранч. Fix footer. Енді git status көрейік. Бұл жерде ештеңе емес. Қазір fix footer деген ол мастердің көшірмесі, тура бірдей. Мына жерде тұрмыз ғой, V1-де тұрмыз әлі. V1 дегенде, енді мына сурет онша сәйкес келмейді. Қазір V3-тен шықтық қой біз. V3-тен шықтық та мына жаққа келдік. V3-те тұрмыз қазір бранчымыз. Және мына жерде айтпақшы, мынандай нәрсе айтып кетуге болады. Мастер деген сөзді ағылшынша аударатын болсақ, ол не деген? Владелец деген мағынада келтіріледі. Және кезіндегі құл иеленушілік сол тарихи жағдайға қарайтын болсақ, бұл бір құлдың иесі деген мағынада келеді. Сондықтан соңғы кездері мастер дегеннен қашып жүр ағылшын тілділер. Мастер деген давайте қолданбайық деген бір не шыққан, бір жаңалық шыққан. Main деген соңғы кездері main дегенмен жасап жүр. Егер америкалық немесе басқа еуропалық бір компанияларда жұмыс істесеңіздер, онда мастер дегеннен сәл қашу керек. Енді бізде ол туралы ағылшын тілді емес елдерде ол қатты нетпейді, оны қатты ойланбайды. Сонымен fix footer'a келдік. Енді бір өзгерістер жасайық давайте. Бұл жерде енді басқа бір өзгерістер жасайын. Мысалы мына жерде 1-2 деген слайд қосып салайын. Кез келген өзгеріс жасай аламын айтпа. Бұл жерде ешқандай проблема жоқ. Так, 110 дегенде 109 деп өзгертейін, қатты айырмасы жоқ. Өзгеріс жасадым. Git статусты басам. Міне, бізде қызыл болып тұр. Кстати, аналог келтіруге болады. Сіздер мысалы бір файлды өзгерттіңіздер, бірақ сақтамадыңыздар. То есть Ctrl-S-ті баспадыңыздар деп айтуға болады. Мысалы, Word-пен жұмыс істесеңіздер, сіздер міндетті түрде сақтау керексіздер. Сақтау үшін commit жасау керексіздер. Git-ке келетін болса. Енді өзгеріс жасадым. Кстати, мен мына жақта footer деп айттым ғой, кстати. Мен мына жерде индекс өзгертпеуім керек по идее. То есть менің бранч аты не өзгеріс жасап жатырмын, соған сай болу керек. Мен себебі тек қана footer'да айттым ғой. Footer'да бір CSS-те бірдеңелер өзгертейік. Мысалы 12 емес, мысалы 14 пиксель болсын. Так. Мына жақта мысалы жай пробел қойып қойдым. Оның өзі өзгеріс болып саналады мына жерде. Жай пробелдің жаңа жолдың өзі. Енді git статусты басам. Git статус басам, footer өзгерген CSS. Енді ары не істеймін, git add all дей саламын, add all десем де болады. Және git commit -m не болды, fix footer. Footer'ды өзгерттім, git статусты басам. Міне, two insertion дейді, one deletion дейді. Және nothing to commit, working tree clean. То есть біздің fix footer'ымыз енді уже мастерге қатысы жоқ болып қалды. Мастердан өзгеріс пайда болды. То есть біз не істедік? Біз жаңа commit жасадық. Мына жерде суретке қарасаңыздар, commit 1 деген біздің осы commit-іміз. Тағы да commit жасақ, тағы бит кете береді. Енді ары қарай бұл мастерге құюды кейін репозиторийге өткен кезде мен көрсететін боламын. Қазір енді әзірге тек қана өзіміздің бранчымызбен жұмыс істеуді үйренейік. Сонымен біздің бірінші сабағымыз аяқталды. Бүгін біз Git-тің кіріспесін көрдік. Сонымен келесі сабақтарда кездескенше.